Сәлем достар, бүгін біз сіздермен шиемен пирог дайындаймыз. Ол үшін жұмсақ сармайымызға қантымызды қосып, оның үстіне ванильный сахар қосып, жақсылап миксерлейміз. Осындай аппақ масса болу қажет, оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, тағы да миксерлейміз. Оның үстіне қаймағымызды саламыз. Және де шым-шым тұзымызды салып, тағы да миксерлейміз. Ұн елегішімізден ұнымызды және де разрыхителімізді салып, тағы да миксерлейміз. Осындай масса болу қажет. 23 диаметрлік пергаментке сармайды жағып, осылай қамырымызды құямыз. Осылай жасап шығамыз. Қамыр өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Және де жуылған шиемізді, ішінде сүйегі жоқ, осылай салып шығамыз. Егер сізде сулы шие болса, оны құрғату қажет. Қаймағымызға қантымызды, крахмалды салып араластырамыз қасықпен. Жаңағы қамырымыздың үстіне осылай құйып шығамыз. Пешке жібереміз. 180 градуста 30 минутта пісті. Суыған соң жей береміз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады.